Алло. Саламатсыздар ма? Ұлытау облысы Жайремкенттік полиция бөлімесі сындап тұр. Мен өлтірейін деп жатыр. Кім? Мен өлтірейін деп жатыр. Тез құтқарыңыздаршы мені. Алло, адресіңізді айтыңызшы, қай жерде тұрсыз? Мекен жайыңыз? Республика 42, дом 44, подъезд 4 этаж, 34 квартира болсаңыздаршы. Мен өлтірейін жатыр. Алло. Оперативный группа на выезд. Тәуелсіздік көшесі, 42-ші үй, 34-ші пәтер. Сіздің заказыңыз. Қайда жүрсің? Не кешіктің? Заказдар көйіп бітті. Кешіктің. Қанша болды ма? 2,5 болды. Брат, мынау ақша емес қағаз қоя. Брат, есікті ашшы. Сен маған ақша емес қағаз бердің, брат. Сен маған ақша емес қағаз бердің, брат. Аш дейм есікті. Ашса, еу. Неге шулайсыңдар? Саламатсыз ба? Мен ақшамды бермей қойды. Шынды ма? Брат, ашшы. Маза берсеңдеш, қазір полиция шақырам мен. Оңбаған! Ешақ! Не болды бауырым? Қазір адамдар қызығы. Адам ұсап тамақ алып барасың. Ақшаның орнына қағаз берген несі? Үші есікті құлтап алған ашпайды. Қызығы кім? Малы. Қай квартира? 4 этаж, 44 квартира. Ол анау наркоман ғой, жүр алып берем. Керек емес. Жүр бауырым, ақшасыз қалай қайтасың? Еңбегің бар ғой. Жүр. Еңбегің бар емес пе? Жүр. Кім бұл? Мен ғой көрші. Жайнай, мал неге ұрватсың? Қуасың ба? Сен осы адамдардың ақшасын бермей қинағанды қашан қоясың, а? Бердің ғой, қуаша, бердің деймін. Саған айттым ба осы наркоманияңды қоймасаң өзім өлтірем дедің ба? Айттым ба? Жоқ, керек емес. Ақшаң да керек емес. Мен одан жүре берейін, а? Брат, кешірсем, мен саған бердім ғой ақшаңды. Кір, тоқташы, кір. Не істеп кеттіңдер, Отыр. Не деген адамсыңдар, Мен саған жаңа ғана не айттым, неге шулайсың? Апа, мен бұл үйде тұрмаймын. Мен жай ғана көремін. Ақшамды аламын да кетемін, все. Не тарс-тұрс болып жатқан? Жігіттер ғой, бір зат құлатып алды. Жігіттер? Иә. Сендер неше адам тұрасыңдар бұл үйде? Мен сендер хозяйкаға айтам, бұл үйді бір-ақ адамға жалға берген. Апай, тағы да түсіндіріп айтайын. Мен бұл үйде тұрмаймын. Жай ғана көремін. Ақшамды аламын да кетемін. Все. Бауырым, кім ол? Көрші ғой. Не дейді ол? Осы үйде сендер тұрасыңдар ма дейді, біз тұрмаймыз десіп. Айтшы. Мынауында бір тиын жоқ, мен бүкіл жерді тінтіп шықтым. Ақшасы жоқ болса, ол қалай есірткі алып жүр? Әттен ауру болған адам ғой. Әркімді алдайды, үйінің құнды заттарын сатады. Сөйтіп есі кеткен есірткіге жұмсайды да. Маған да оңай деп ойлайсыңдар ма? Мен де осын қолданғым келмейді, бәрі қайта-қайта. Қалай қолданып қойған білмей қалай беремін. Кім кедергі? Білмеймін, осы нәрселерге бар ғой.
кім үйреткен? Есін алсам жының біледі, алғаш рет үйреткен адамдарды бар ғой. сен өзіңнен көр. Сен анаң байғұс көктас деп жүр деп қуанып жүр, сен жүрсің мынау, наркоман. Анасын танисың ба не? Анасы өте жақсы адам. Осыны қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай. Екі жұмыс істеп жүріп асырады. Мынаның рахметінің түрі ғой, наркоман. Аузыңды жапшы, сен осыған үйреткен. Мен мәне сен үйреткен не? Сен осыған үйреткен. Көршілер естіп қойса полиция шақырады. Жаңа не деді, шуламаңдар, әйтпесе полиция шақырам деді. Вот, шақырсын, мынаны салып жіберу керек. Бұл адам болмайды бәрібір. Қойыңдар, қайда салып жүрген? Салып жіберу керек сен полицияға. Адам болмайды бұл бәрібір. Қойыңдар. Той, мынауың сөз ұқпайтын адам екен. Мен сендер осының бәріне менің кінәлі ағаларың кеп тұр ма? Мен осыған өзім еркіммен бардым ба? Мен бәрінен шаршағаннан кейін осы жолды таңдадым. Тыныш өмір сүргім келді, мен бәрін ештеңе ойламайды. Түсінесің бе? Сен бәрін білдің ғой, маған алғаш рет көрген кезде ештеңем айт дедің. Айтпайсың ба? Сен тәуелді боласың деп. Сен білдің ғой осыған бәрін, неге айтпадың маған? Мен саған айттым ғой, мен кінәлай бермей деп. Өлтіресің бәрі қолыңнан келе ма? Көр жаны. Нақ, тастан, қой дейм мені. Өлтірем, тастан. Алло, мені өлтірейін деп жатыр. Ұлытау облысы Жайрем кенттік полиция бөлімесі тыңдап тұр. Мені өлтірейін деп жатыр, құтқарыңдар мені, өлім келмейді. Адресіңізді айтыңызшы, қай жерде тұрсыз? Мекен жайыңыз? Тәуелсіздік 44, 4-ші подъезд, 34-ші квартира. Тез етіңдер, мені өлтіреді. Мен өлім келмейді. Ана полиция ағаларыңа хабарласып жатсың ба? Мүмкін олар келіп үлгермей қалатын шығар, Қой деймді. Қой деймді саған. Ұстан. Тастан. Ұстан! Асылданым кемесе! Жоламандар. Ама көріш қатын надоел уже. Бірінші остамасты өлтірші. Сен ақмақ, не істедің Не істедің сен? Есің дұрыс па? Паранойя болған сияқты. Есірткіні көп қабылдағаннан нәтиже осындай. Не істеп тұрсың? Маза бересіңдер ма, жоқ па? Салауатсыз ба? Мен ақшаны бермей жатыр. Брат, есікті ашшы. Полиция шақырам мен қазір. Мен полиция шақырам деймін. Брат, ақшаны қайдашы, полиция шақырам деп. Тыныштық бересіңдер ма деймін сендерге? Полиция шақырам деп брат. Шындыма не білем. Демек, не істеп жатқанын өзі білмеген ғой. Біраз уақыт миындағы адамдармен арпалысқан. Olmagan! İşak mı? Akşam onunla kağıt verir. Akşam kazır. Bırak kazır. Bırak kazır. Не тарс-тұрс болып атқан? Sağ olasın. Жігіттер ғой бір нәрсе құлатып алды әшейін. Жігіттер? Сендер неше адам тұрасыңдар өз бұл үйде? Мен сендерді хозяйкаға айтам. Бұл үйді бір-ақ адамға жалға берген. Бір-ақ адамға жалға берген мен. Жай ғана көремін, тамақ әкеп тастадым. Ал, көрші ғой, бұл жерде бізде тұрады деп ойлап қапты. Бізге сондаған өзі болып тұрған. Дәл өзі. Сосын өзін өлтірген.
әуелі көрші апайды пышақтаған, содан соң өзіне қол жұмсаған. өлтірген емес, мен өлгім келмейді. Алло, саламатсыздар ма? Мен өлтірейін деп жатыр. Кім? Білмеймін, мен өлтірейін деп жатыр. Тез құтқарыңыздаршы мені. Адрес тәуелсіздік 42, 44 подъезд, 4 этаж, 34 квартира болсаңыздаршы. Мен өлтірейін деп жатыр. Өлтірейді. Мен өлгім келмейді. Мына соседте бір надоел болды. Бірінші соны өлтірмесем ба? Інім, Сен бар ғой. інім, Адам қаншты?